Бельгия кішкентай қызықты және тарихи батыс Европа елі. Осы шығарылымда біз Брюгге, Гент және Брюссель қалаларын аралаймыз. Иса пайғамбардың қаны бар матасын көреміз. Уикендтің концертіне барып. Ужас. Шоколадтарға тойып, неліктен Брюссель халқы фри картобын жақсы көретінін түсінеміз. Осы қызықты сапарға қанша ақша кеткенін есептейміз. Ал, бастайық. Армандар орындалады. Мен Бельгияның астанасы Брюссель қаласына ұшып келдім. Жолым енді ұзақтау болды, 14 сағаттай ұштым. Алматы Доха, Брюссель. Осы жолыма $440 кетті. Досы көпті жау алмайды демекші атам қазақ, Брюссель қаласында мені жақын досым Бауыржан қарсы алды. Ол маған ерасыл ақша жұмсамай менің үйімде қаласың деп Гент қаласына алып кетті. Ол өзі сол Гент қаласында 20 жылдан астам уақыт тұрады екен. Жолдан шаршағаным сонша Гент қаласын сүруге күшім қалмады. Келген күннің қалған уақытын Гент қаласына арнадым. Фотоға түсіп, кішігірім демалып, келесі 2 күнге дайындалдым. Ал Бельгиядағы саяхатымызды бастамас бұрын, мен сіздерге Бельгия туралы қызықты фактілерді айтып берейін. Бельгия патшалығы өзі Фландрия мен Валонияға бөлінген. Ең қызығы, бұл мемлекеттің ресми 3 тілі бар: голланд, француз және неміс тілдері. Біздің жастар фрины жақсы көреді екен. Бірақ фри картобы ақшта емес, Бельгияда ойлап табылды. Осында олар оны тонналап жейді. Толығырақ ол туралы кейін айтып беремін. Бельгия өнер тапқыштар елі. Мұнда саксофон, дене салмағының индексін есептейтін таразы ойлап табылды. Мен тіпті бельгиялықтар Citroen'нің автомобиль маркасын ойлап тапқанын естідім. Және Бельгия әлемге көптеген атақты адамдарды сыйлады. Одри Хепберн, Жан-Клод Ван Дам, Лара Фабиан, Стромае, Эркуль Пуаро және тағы басқалары. Бельгия туралы барлық қызықты және кейде таңғажайып фактілерді шексіз тізімдеуге болады. Онымен шығарылым бойы сіздерге айтып отырамын. Ал, саяхатымызды бастайық. Келесі күні Брюгге қаласына жол тарттым. Пойызбен баратын болып шештім. Өйткені ол арзанырақ. Билеттің құны негізі 21 евро. Барып келуім. Ал жаз болғандықтан билет скидкамен 11 евроға шықты. Достар, біз Бельгияның көптеген туристері келетін және тарихи көрнекті жерлерін сақтаған қалаға келіп жеттік. Ол Брюгге қаласы. Брюгге Бельгияның батыс Фландрия тарихи аймағында орналасқан. Бұл таңғажайып сәулет пен Еуропадағы ең көркем қалалардың бірі. Қаланың орта ғасырлардағы гүлденуі керемет сәулет пен көптеген көрікті жерлерін сақтап қалдырды. Қала өткен ғасырлар мен қазіргі уақыт шекарасында қатып қалғандай. 14 ғасырда Брюгге қаласы сауданың ғана емес, және Европаның қаржы орталығы болған дейді. Қаланы аралап жүргенде өзіңді қандай да бір тарихи фильмге түсіп қалғандай сезінесің. Бір орта ғасырларда тап болғандай сезім жібермейді. Айтпақшы, фильм туралы айтатын болсақ, мұнда әйгілі Брюгге түбіне жату фильмі орын алды. Ну что, нравится? Что нравится? Ну это, кататься и по сторонам смотреть. Да, это называется туризм. Брюгге қаласында 4 сағаттай болдым. Сол 4 сағатта не көргенімді айтып берейін. Қаланы Гронтемарк базар алаңынан бастадық. Шамамен 700 жыл бойы Брюггедегі Гронтемарк қаланың орталығы және оның басты алаңы болды. Алаңның айналасында орналасқан әдеми тарихи ғимараттар және жай түрлі түсті үйлер, көптеген кедесей дүкендері, мейрамханалар, кафелер, мұның бәрі Бельгияның түпкір-түпкірінен ғана емес, бүкіл әлемнен келетін туристерді қызықтырады. Күн сайын Брюггенің ең көрнекті жерлерін зерттеуге ниет білдіріп, Бельгиядан және басқа елдерден шамамен 10 000 турист келеді. Бұл жергілікті тұрғындар саны 45 000 адам екенін ескерсек, бұл өте үлкен көрсеткіш. Біз осы жерге келіп қалсақ, концерт болып жатыр екен.
аяқ асты концертке де келіп қалдық. Және бұл базар алаңында Белфорд қоңырау мұнарасы орналасқан. Қоңырау мұнарасының құрылысы 1248 жылы басталған болатын, және уақыт өте келе ол 2 рет қайта құрылды. Алдымен 14 ғасырда, содан кейін 16 ғасырда. Ғимарат әсем ауламен ерекшеленеді. Ал кіреберістің үстіндегі балконнан қала билеушілері бір кездері төмендегі жиналған халыққа өз жарлықтарын жариялаған. Осы мұнараны жергілікті халық қаланың тәуелсіздігі, қаланың бостандығының символы деп те атайды екен, ең қызығы. Биіктігі 83 метрлік қоңырау мұнарасы бүкіл Бельгиядағы ең жақсы қоңырау мұнараларының бірі болып саналады. Өткен ғасырларда мұнара күзет мұнарасы ретінде қызмет етті. Өйткені одан қалаға келе жатқан жауды байқауға болатын. Ішінде тұрғындардың құқықтары мен бостандықтарын растайтын көне грамоталар сақталған. Өте әдемі. Бұл жерде «Залечь на дне Брюгге» деген фильмде осы жерді көрсеткен. Мен өзім Еуропаның көптеген қалаларында болдым, бірақ та осы жерде, осы Брюгге қаласы өзінің тарихи бет-келбетін сақтап қалған екен. Бұл жерде бүкіл үйлер 12-15 ғасырда салынған. Оларды сындырмай сақтап қалғаны қандай керемет. Бізде ол Қазақстанда, Алматыда ескі біздің зданияларды бәрін сындырып, оның орнына жаңа үйлер салады. Бұл жерде бұл заңмен тыйым салынған. Белфорд мұнарасынан тар көше бар. Оның бойымен сіз екінші қалалық алаңға Бург алаңына бара аласыз. Бург алаңында Брюгге қаласының ратушасы орналасқан. 15 ғасырда салынған бұл ғимарат фламанд готикасының лайықты мысалы болып табылады. Жеңіл қасбеттері, ашық терезелер, төбесінде шағын мұнаралар, сәнді декор мен әшекейлер. Бург алаңында Брюггеде ғана емес, бүкіл Бельгияда танымал діни ғимарат бар. Бұл Мәсіхтің қасиетті қан шіркеуі. Мен осы ғимараттың ішіндегі затты көру үшін келген болатынмын. Қалай ойлайсыздар, ол не? Шіркеу қасиетті қан базиликасы атауын христиандар үшін маңызды жәдігердің болуына байланысты алды. Иса пайғамбардың денесіндегі қанды сүрткен матаның үзіндісі бар. Ғимараттың архитектуралық дизайны өте қызықты. Төмендегі капеллада қатаң және ауыр роман стилі бар, ал жоғарғы жағы әуе готикалық стильде жасалған. Күн сайын дәл сағат 11:30-да діни қызметкерлер Исаның қаны бар матаның бір бөлігін әдемі шыны капсулаға орналастырады. Кез келген адам оған келіп тиіп дұға ете алады. Базиликаға кіру ақысыз, бірақ оның ішінде суретке түсуге тыйым салынады. Мен болсам бәрін түсіріп жүрмін. Ең қызықтысы, Брюгге қаласында 80-нан астам көпірлер және көптеген каналдар бар. Бұл жерді Брюгге қаласын солтүстік Венеция деп те айтады екен. Қала каналдары бұл Брюггеге тек көрнекті көрініс беретін тартымдылық емес. Сонымен бірге олардың бойымен серуендеу туристерге өте ұнайды. Каналдар көлік артерияларының қызметін атқарады. Көптеген ғасырлар бойына қалаға тауарлар олардың бойымен жеткізіліп, көлік байланысы жүзеге асырылды. Каналдар желісі болмаса, Брюгге күңгірт және қатал болып көрінер еді. Шынымен де, Брюгге әдеттегі уақыт ағымынан айырылып қалғандай. Мұнда шындыққа жанаспайтын сезім және өткен өмір қайта жанданды. Ал Брюггені аралап, Гентке қайта оралайық. Біз қазір Гент қаласының пойыз станциясының қасындамыз, бірақ мынаны қараңыздаршы. Бельгиялықтар велосипедті тебуді өте жақсы көреді екен. Артында велосипедтердің тұрағы.
Велосипед туралы айтатын болсақ, Бельгия әлемдегі ең көп велосипед айдаушылар елдерінің бірі. Ген шенеуніктерінің, полицейлердің және мұғалімдерінің жартысынан көбі жұмысқа велосипедпен барады. Сіздерге қызықты факт айтып берейін. Бельгияда велосипедшілерге жеңілдіктер қазірдің өзінде бар. Әр шақырым үшін олар 24 евро цент салық шегерімін алады. Бұл бағдарлама Европадағы ең прогрессивті бағдарламалардың бірі болып саналады. Оны қазірдің өзінде 571 мың салық төлеушілер пайдаланады. Керемет қой. Бізде де шіркін осы велосипедке арнайы жолдар мен бағдарламалар жасалса ғой. Сонымен Бауыр, ты сколько вообще сейчас находишься в Бельгии? Ну, я переехал в 2000 году. Было мне тогда 6 лет. Вот, так что получается 23 года. 23 года. Да, 23 года в Бельгии. Как есть отличие бельгийцев от нас, казахстанцев? Нет, конечно, отличия есть. Много, да, и, конечно, по внешности мы разные, да. Вот, но и, конечно же, по ментальности очень большие разницы. Вот, если у нас очень теплые люди, да, можно даже, и бельгийцы сами это не скрывают, что они достаточно все холодные, да. Ну, такие разницы есть. Ну вот, так как я здесь проживаю уже 23 года, пошел здесь в 1 класс, да, закончил школу, закончил университет, нашел свою первую работу здесь, да, и имел возможность достаточно часто, скажем так, приезжать в Казахстан и в разных возрастах сравнивать Казахстан с Бельгией. Вот. И могу сказать, да, у каждой страны есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот. Если рассказать о плюсах Бельгии, это то, что Бельгия на самом деле в Европе одна из очень стабильных стран. Да, стабильность в плане многих вещей, как безопасность, как экономика, как обучение, а также здравоохранение, она очень хорошо развита, да, больницы, врачи и так далее. Здесь это все очень хорошо работает. И при всем при этом, скажем так, очень высокого качества по очень демократичным ценам. Да, как эти цены образуются, это на самом деле благодаря налогов. Да. Налоги здесь очень большие, и там же опять же вот этот большой минус, скажем так, да. Но, по крайней мере, то, что мы здесь платим налоги, это, конечно же, мы видим результат сразу же. Гент қаласына келіп, мен сіздерге неліктен болар фрикар тобын қатты жақсы көретінін айтып берейін. Егер сіз Бельгия тұрғынынан осы сіздерде ненің дәмін татуға болатынын сұрасаңыз, онда сіздің есетініңіз сыра, шоколад, вафли және фрикар тобы. Бельгия билігі тіпті тағамды ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізу туралы ресми өтініш берді. Жергілікті тұрғындар түскі және кешкі асқа фрикар тобын жей береді. Бельгияда картоп ұлттық мақтаныш. Шынымен де бұл таңғаларлық емес. Ел аумағында шамамен 2000 фритерий мен фриткот бар. Бұл фри пісіретін және қызмет ететін мекемелер. Бағасы 2-4 евро шамасында. Ал енді фри туралы Салимнан сұрастырып көреміз. Ол өзі осы фри бизнесімен айналысады. Осы Бельгияда фри өте танымал. Неге сонша жай фрины бәрі жақсы көреді? Фри картобы шынымен соғыспен байланысты. Баяғыда адамдарға тамақ табу қиын болған кезде Бельгияда картоп өсіру мәдениеті пайда болды. Менің ойымша, бәрі соғыспен аштықтан басталды. Сіз бұл бизнеске қалай келдіңіз? Фри картобын сатуға. Мен өзім Түркиядан келдім. Біз қазір орталықта емес, кішкентай көшеде донер кебабынан бастадық. Бастапқыда біз бельгиялық фри мен донер кебабының комбинациясын жасағымыз келді. Осы шіркеудің артында кішкентай киоскіміз бар. Оны кезінде әкемнің бельгиялық досы 30 жыл бойы ұстаған. Біз одан нағыз бельгиялық фри жасауды үйретуін сұрадық. Ол келісті. Осылайша біздің ісіміз басталды. Біз кебапты жаңа сойылған етпен дайындаймыз. Өйткені Европада бұл сирек кездеседі. Біздің ерекшелігіміз
нағыз дәмді кебаб пен бельгиялық фри. Мұнда негізінен жартылай фабрикаттар қолданылады, ал бізде бәрі жаңа. Біз сол кішкентай көшеде 10 жылдай жұмыс істедік. Қаласаңыз сол киоскіні түсірсеңіз де болады. Ол 30 жыл бұрын салынған киоск. Ол менің әкемнің досы болды. Зейнетке шығуға шешім қабылдағанда, оның балдары фри бизнесмен айналысқысы келмеген. Сосын бізге осы бизнеспен айналысуды ұсынды. Бұл 2004 жыл еді. Енді ол жерде тек фримен айналысамыз деп шештік. Сосын ол жер тым кішкентай болды. Ол жерде адам отыра алмайды. Қазір жаңа піскен картопты табу қиын, бірақ біз оны әлі де жасаймыз. Біз бұл орынды 2009 жылы сатып алдық. Бірақ қаладан барлық лицензиялар мен рұқсаттарды алу көп уақытты қажет етті. Бұрын бұл жер шаштараз болған. Енді біз ет пен фриді қайтадан біріктіріп, бізге тапсырылған дәстүрлі рецепт бойынша бельгиялық етті бұқтырамыз. Ал қазір осы жерді қаланың әр адамы біледі. Бельгия соустар мемлекеті. Фри ғана емес, соустар мемлекеті. Бұл жерде 80-нен астам соустар бар. Бірақ менің кафемде 14 шақтысы ғана. Біздің Бельгияның фри картобы. Бірінші дайындық. Сосын біз оны осы жерге бірнеше минутқа қоямыз. Демалу керек. Сосын қайтадан осы жерде дайындаймыз. 160-170 градуста. Ал біріншісі 120-125 градуста. Бірінші дайындықтың градусы азырақ. Екіншісі көбірек. Бұлар дәмді болу керек. Он вот принес, на самом деле, мы заказали фри с гуляшем на говядине, соус, да, такой горячий соус, на нем мы видим майонез. Владелец нам принес также различные соусы. Он говорит, да, вот я вам сейчас еще отдельно фри принесу, чтобы вы попробовали каждый соус, да, потому что Бельгия это страна также соусов, очень любит различные соусы на виде там майонеза или даже другие. Вот, так что вот такие вот дела. Енді осы картошка фридің дәмін тәтіп көрейік қандай екен. Бізді Сәлем мырза дәмін тәтіп көрсін деді. Енді қалай болатынын көрейік. Бисмилля деп жеп көрейік. Халал. Бұл жердің фриларының дәмдері вообще басқа екен. Өйткені мысалға біз Алматыда жүрген кезде Алматының фрилары бізде өте қатты майлы қылдырады және олар қытырлақ. Ал бұл жерде ең таза, енді шығарылған картошкаларды алып дайындайды екен. Бұлардың дәмі өте өзгеше. Дәмдері оны немен салыстырса болады. Бұл картошка фри енді басқа технологиямен жасалған. Сосын ең қызығы бұл жерде Бельгияда lot of sauces, you said, yeah, lot of sauces. Өз көптеген соустар бар екен. Халық кеп өздеріне ұнаған соустарды таңдап алып жейді екен. Менде қазір ең ащысы. Өте дәмді. Çok güzeldir. Сәлем бізге тегін фри беріп, бізді шығарып салды. Гент пен Брюгге қаласын аралап, кешкісін Брюссель қаласына жол тарттым. Брюссель қаласында отельдің бағасы 2 күнге 148 мың теңгедей шықты. Келесі күні концертке дейін қаланы аралмақшы болды. Брюссель. Ескі үйлердің, ежелгі көпірлердің және түрлі түсті көшелердің қаласы. Брюссель Бельгияның астанасы ғана емес, сонымен бірге Европалық одақтың саяси орталығы болып табылады. Дәл осы жерде Европарламент отырыстары өтеді. Мұнда тағы НАТОның штаб-пәтері орналасқан. Брюссель тыныш қала. Қылмыстық қауіптілік деңгейі бойынша ол әлемдегі ең қауіпсіз қалалардың тізіміне тұрақты түрде енеді. Осы Европада жүргенде адамдардың көбісі өмірдің бүкіл ләззатын алатындай.
көзге сөйтіп көрінеді. Міне, мемлекет халыққа жұмыс істегенде, халық ертеңгі күніне сенімді болады. Достарымның көбісі интернетте бүкіл жерде Брюссельді таныған келсе Гранд Паластан бастау керек деп айтатын. Енді мен келген кезде Гранд Паластың бәрін ортасын жауып, ортасында сцена болған екен, бір фестиваль болайын деп жатыр. Бүкіл әдемі сурет жасайын десең де жасай алмайды екенсің. Көңілім қалды. Осы мен келгенде сөйді ғой. Гран Плас алаңы, Брюссельдің орталық алаңы. Алаң 12 ғасырда қалыптаса бастады. Ал 14 ғасырда Брюссельде мата саудасының өркендеуі кезінде Еуропаның түпкір-түпкірінен саудагерлер жинала бастады. Бұл алаң Брюссельдегі ең көп баратын орындардың бірі. Параметр бойынша орналасқан ғимараттар көркем оюлармен, мүсіндермен, бағандармен және басқа да сәндік элементтермен безендірілген. Ең әсерлі ғимараттардың бірі қалалық ратуша. Брабанттық готика стилінде жасалған құрылым әртүрлі архитектуралық әшекейлермен таңғалдырады. Бүгінде ратуша мэрдің резиденциясы ретінде қызмет етеді. Қазір менің артымдағы ғимарат ол Бельгияның қор нарығы. Бұл ғимарат 1870 жылы салынған. Ең қызығы, Қазақстанның қор нарығы 1993 жылы салынса, арасы 100 жылдан да көп. Қалалық биржа қаладағы ең әсерлі ғимараттардың бірі. 1801 жылы Наполеонның жарлығымен Брюссель қор биржасын құру туралы шешім қабылданады. Биржаның архитектурасында нео-ренессанс элементтері екінші империя деп аталатын Наполеон 3 стиліне тән бөлшектермен үйлеседі. Ол өзінің алдындағы Наполеон Бонапарттың бірінші империясының керемет өнерін жандандырғысы келді. Бай декордың арқасында биржа өте талғампаз көрінеді. Брюссельге туристердің ең көп баратын көрікті жерлерінің бірі манекен Пис, писающий мальчик фонтаны. Бұл сәбенің кішкентай фигурасы. Кіші дәріде алып тұрған. Туристердің көбісі осы кіші дәріде алып тұрған балаға келіп фотоға түседі екен. Туристер өте көп, адам көп. Оны салтанатты жағдайда киіндіру үшін 600-ге жуық костюм тігілді. Ең қызығы біздің қазақтың жапанында бар. Бір кездері Бельгияда әлемдегі ең жақсы шоколад жасайтын жер деп айтқан. Шынымен де дұрыс айтқан. Өйткені сіз Брюссельде жасалған шоколадтың дәмін татқаннан кейін сіз басқа шоколадты жегіңіз келмейді. Енді Бельгияда шоколад жасайтын магазиндер өте көп. Қайда қарасаң шоколад. Шоколадтың сонша көптігі магазинға кірген кезде саған дәмін татуға береді екен. Ұнаған шоколадты алып дәмін татып көресің. Өте дәмді. Тәтті. Жылына бельгиялықтар 22 килограмм шоколад жейді екен. Қазақтар етті жақсы көрсе, бұлар вафли шоколадтарды өте қатты жақсы көреді екен. Үйге барған кезде бос қолмен баруға болмайды, сол үшін біз бағанағы магазинде шоколадтар тонап кеттік. 2 қап шоколад алдық, достарымызға, туысқандарымызға, партнерларымызға таратамыз осы шоколадтарды. Әрбір кафе мен кондитерлік дүкен сіздің көз алдыңызда бірден жасалатын дәмді өнімдерді ұсынады. Бельгияда ескірген шоколад жоқ. Оны сіздің көзіңізше жасайды. Ал сіз тәттіні жақсы көрсеңіз, осы мемлекет сіз үшін. Брюссельде болсаңыз, мен сияқты бір күнге келмеңіз. Өйткені бұл жерде көретін жерлер көп. Қазір монтаж жасап отырып, ішім ашып жатыр. Бельгияға 3 күн өте аз. Ал қаланы аралап, концертке жол тарттым. Бельгияға келгенімнің бірінші мақсаты ол мемлекетті көру, екіншісі уикендтің концерті. Қазір біз King Palladium стадионына келіп жеттік. Қазір концертке кіреміз, ертерек келіппіз. Сағат концерт қазір 4-тен бастап кіргізеді. Біз 1 сағат бұрын келіп алдық. Уикендтің өзі түнгі сағат 9-да өріңден айтады. Қазір саундчек болып жатыр.
көптен армандаған концерт, армандар орындалады. Жұмыс істеу керек. Адамдар көп, адамдар жиналып жатыр. Біз билет алған кезде бізді бірінші кіргізетіндей қылдырып жасадық. Бірақ осы жерде де адамдар кәдімгідей жиналып қалыпты. Кіреберіс жерде бізге осындай уикендтің мерчерін берді. Қазір анпак жасаймыз, анпакинг. Біріншісі ол уикендтің футболкалары. Ал мына жерде не екен, соны көрейік. Сосын тағы осындай бір бейджикті де берді. Көрейік, не екен ішінде, не бар екен. Қымбат билет алып, бергендері осы шығар, қазір көрейік. Ішінде бір күшті нәрсе бола ма десем, қатырады. Футболканың түрін көрейік енді. Ал футболка болса кішкене качественный екен. Мен кезекте ұзақ тұрмау үшін VIP билетін алған болатынмын. Поштама осындай хат келген. Сағат 4-те бізге есік ашылады деп. Бірақ та бұл кезекте біз 1 сағаттай тұрдық. Стадионға бірінші бізді кіргізді. King Boldium стадионы. Я в предвкушении деймін ба? Стадион негізі өте үлкен екен. Міне, бұның өлең айтатын сценасы. Адамдар жиналып жатыр, бүгін осының бәрі толатын сияқты. Біздің орындарымыз тура сценаның қасында екен. Мысалға қазір осы жерде уикенд өлең айтпақшы. Сағат тағы 4 сағат күтеміз, ол сағат кеш сағат 9-да бірақ шығады. 9-дан сағат 11-ге дейін. Өте жап-жақын жерде орналасыппыз. Енді стадионның ішіндегі атмосфераны айта алмадым. Өте керемет. Бұл менің бірінші үлкен концертім. Барып тамақ ішейін десем, тамақ алып алайын десем, бұлар шығармай жатыр бізді. Өйткені 40 мың адамды қазір кіргіземіз дейді осы стадионға. Өкінішті. Қарнымыз аш болып, қазір сағат 9-ға дейін тұрамыз. Жігіттерін қаты дайындалып кепті, уикендтің образдарын киіп. Өмірге риза. Фанат десе, фанат осындай болу керек. Адамдарын шыңғырып, енді қазір зомбилар сияқты қазір кірейін деп жатыр бәрі. Қазір жүгіреді осы жаққа қарай. Қазір көреміз не болатынын. Шыңғырып жатыр. Біз ең жақсы жерлерді алыппыз. Мәссаған. Ужас. Олар болса уикендті көрмегенде жүгірді. Дала ыстық, терлеп кеттік. Бәрі артта тұр. Ыстықтап терлеп кеттік. Шаршап кеттім тұрып. Ыстық, бағана бір қызды алып кетті. Есінен талып. Адамдар уикендті қатты жақсы көреді екен. Отырмайды ғой ешқайсысы, бәрі тұрып тұр. 1 сағат болды осылай тұрып тұрған сценаның қасында. Тұрғанымызға 2 сағат болды. Арасында ауа жетпей, басым айналып шығып кеттім. Бәрі отырып алған, бәрі өздерінше айғайлап шықты ма жақтан. Сори де. Қазақша боқтап қоясын арасында. Көреміз енді. Адамдар талып жатыр артымызда. Өзім шашып кеттім, қатты. Осы уикендке билетті ертерек сәуір айында алған болатынмын. Сосын TikTokта басқа елдердегі концертін көріп, таңғалып осы күнді қатты күттім. Кәдімгідей үлкен шоу болуға тиіс. Ал концерт басталайын деп жатыр. Концертке осы күні 75 мыңдай адам келді. Сіздерге бүкіл концертті көрсеткім келіп тұр. Бірақ та авторлық құқығы үшін видеомды өшіріп тастауы мүмкін. Мен артистерді қанша жақсы көріп тыңдасам да, өлеңнің сөздерін жаттай алмаймын.
білмеймін неге екен. Әйтеуір ернімді жыбырлатып айта беремін. Стадионда жаңбыр жауып кетті. Достар, осымен концерт аяқталды. Бірге болғандарыңызға көп рахмет. Қорытындылаймыз ғой, бұны қорытындылау керек бөлек отырып. Thank you. Шынымды айтсам, енді осындай концерттерден қалмауға өзіме сөз бердім. Өйткені осы сезінген эмоциялар мәңгілік есінде қалады. Қазір экранда осы сапарыма қанша жақсы кеткенін жазып қоямын. Ал ақша дегеніміз келеді, кетеді. Тек эмоциялар менімен өмірімнің соңына дейін қалады. Достар, Бельгия туралы шығарылымым сіздерге ұнады деген үміттемін. Менің Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Негізі осы қазақ тілінде контент бастаған едім, тек қаралымдар аздау. Енді ақырындап көбейеді деген үміттемін. Ал келесі шығарылым Италия мемлекетінен болады. Достар, қолдауларыңызды күтемін. Келесі кездескенше.